Бавырым бітті. Менде диплом бітіргенім құтты болсын. Барлықтарыңа сәлем достар, менің атым Жансая, және бүгінгі видео влог болады. Менде наконец диплом жазылып бітті, антиплагиат өтілді, нормоконтроль тоже өтілді, тек қана презентация мен защита ғана қалды. Ендігі апта вторник күні 9 июньда менде защита, 26-сына бізде вручение диплома. Вот, так что мен ойладым, давайте влог түсірейік деп. Сол влог үшін мен терезені аштым, потому что пердені мен жауып отырамын всегда, потому что там же свет бар. И типа атмосфера күні түні азан обед кеш. Вот, но влог үшін пландардан презентациядағы слайдтарды қарап сөздерімді дайындау керекпін, потому что уже 5-ақ күн қалды. 9-на, сағат 9-да мен бірінші группадан выступай бірінші болып, уже айтып, уже маған андай волнение болып жатыр да, но по идее нормально, потому что мен почти 50% дайынмын. 50% слайдтың сөздерін жаттап алғанмын. So, вот, сағат бізде 12:53. 12:53, 3 июнь. 4-нен бастап, ертеңнен бастап, сағат 4-терде азанға, таңғы 4-терден бастап тұруды дайындалу керек, чтобы, потому что мен бір өзімін, кстати, да, мен айтпадым, что менің жанымдағы бала да недопуск к диплому, сол үшін защитаға ол не допускается, поэтому мен бір өзім выступаю, бірінші болып сағат 9. Мен сол 5 күн қалай дайындалып, еще, наверное, защитадан кейін да қосып видеоға түсіретін боламын осы влогқа, потому что смысл жоқ деп ойлаймын. Защита күні, защита бір нәрсе деп, так что вот. Нормально боламыз, нормально. 5 күн и 감사합니다 боламыз. The survey was conducted in March. Бізде уже нормоконтроль өттім. Сол үшін уже распечатка соларды істейін деп жатырмын бүгін. Солай достар. Маған ас болсын, мен спичімді қарайын. Пока всем. Жұмыстарға қойым. Презентацияға дайындалу керек достар. Мен не істеп отырмын? Ладно, қараймын. Обедке менде бүгін плов и салат и суп. Вот, и қазір мен ертең мен ертерек тұруды жоспарлап тұрмын, потому что негізінде автоматым мен сағат
4-терде 6-ларда тұрамын. Но мен дальшыда уақыт бар ғой деп жата беремін. Универге келсем. Бірінші звонок болды, потом обедке кетіп қалды. Енді күтіп отырмын. Лақтыл басым ғана алып отыр әліне. И мен ертең потом ана курстың арқасында жанында кабинетте тапсырамын. Бүгін көріп келдім. Түріме қарасаңыздар уже андай ұйқысы келіп отырған адам сияқты болып жатыр, потому что ұйқым келіп жатыр. Басым жестко ауырды азаннан. Но мен парацетамол нәрсе іштім. Уже ұйқым келіп жатыр. Но до этого тоже ұйқым келген. Но не важно, потому что мен қол қойдырып алдым. И как-то басым істемегеннен нормоконтроллер тоже байқамаған. Титулканың өзінен қателіккен. Сол үшін мен сол жерден дұрысын істетіп алдым. Хай достар, бүгін бізде суббота 2 күн қалды защитаға. И сағат қазір 9:40 кетті осындай. Мен рубашка көруге кетіп жатырмын. Почта жұмыс істейді ұқсаймын. Первый вариант маған как-то ұнап тұрпайды. Это уже называется утренники дайын. Сына әдемі деп алған едім. Не болды деді? Достар, мы сдали. Последняя группа әлі выступает. Это все-таки защита диплома. Вот мы шли все 4 года. Работы были все очень весьма интересные. Мы получили, на самом деле, удовольствие, слушая вас. Даже мой плохой английский позаплава как бы помог мне понять очень интересные моменты, на которых я хотела бы остановиться. И наши баллы распределились следующим образом. Группа, где у нас Александр, Назерке, Дилара, Жана, Шофан, Диана, надеюсь, никого не пропустила, 96 баллов. Которая защищала в гордом одиночестве, отбилась от всего, но защита была весьма успешна, 93 балла. Я, Куровай, Махтяр, Нурхан, да, никого не пропустила, 80. Достар, у нас все без бітірдік. Өте андай уже. Достар, мен 90 шалдым. По идее, да. Для тебя на лайте я там стояла, дрожала, понимаешь? Я тоже дрожал, меня это глянул, ты У меня руки дрожали, я прям вижу лист. Все, Достар, это все теперь маған қатысы жоқ. Все. Мен үйдемін, уже просто дорама көріп отқан едім, и менде наконец-то мен суши заказать еттім, потому что өте көп күн бері суши қалаған едім. И вот соны жеп будем өзіміз тойлаймыз әрине.
все, бітті менде диплом алмаюды бітірдім, бакалаврым бітті менде. Ал диплом бітіргенім құтты болсын. Ай, өте керемет чувство, достар. Еще айналман. Көрейік. Мен бір ғана тур заказ еттім, потому что думала, мен көп жей алмаймын. Хотела басқа түрінде, но ладно. Балончики маған екеуі салысты. Вот. Қазір мен дарама көріп жеймін енді. Неге сонша аз. Вот. Дала өте ыстық. Вообще ауа жоқ десем де болады. Короче, айтайын. Мен үшінші болып тапсырдым дипломымды. Потом айтты, что мен единственный, кто біздің группада бір өзі тапсырып жатыр деп. В общем, 93 алдым. Құтты болсын, бәрімізге жақсы болсын, басқаларға. 때로 친다 바로 새벽 나버리고 진짜. 아유.